бір түрлі коучтар айтып жүр ғой, жаңа өзің жақсы көр, өзіңді аяла дей ма, Құдай сақтасын. Енді негізі ше өтірік айтады ол. Қалай сен өзің жақсы көресің? Негізі бұл байларға айтылған әңгіме. Сен көп кедейлерді алдап жүр, жаңа өзің жақсы көр, кереметсің, сен ғажапсың. Түк те керемет емессің, түк те ғажап емессің. Артында көк түйін жоқ. Кедей адам қалай өзін жақсы көреді? Керісінше адам өзгеру үшін, адам бірдеңеге жету үшін өзіне көңіл толмау керек. Мен не істеп жүрмін? Мына жүрісім не? Бала шағаң өсіп келе жатыр, тар үйде тұрасың. Тек қана айлыққа қарап отырсың. Сен осындай өмірде жүріп қалай сен өзіңнің көңілің толу керек мысалы. Ана француздардың, испандықтардың, тағы бір бәлелердің, коучтардан оқымағандардың несіне сенбеу керек. Олардың өмір өлшемі басқа, біздікі жер мен көктей, ол айырмашылық бар. Әлеуметтік желіде адамдар бір сылдыр сөздерді жақсы көреді ғой, жаңағы өтірік пафосный сөздерді ше. Өмір басқа ғой, реал өмірде сен счет төлеуің керек, коммуналканың ақшасын төлеуің керек, сен ай сайын келіп тұратын. Сосын ана қызылға өтіп кетесің, байқамай сплошнойды кешіп кетесің, праваңды алып алады деген сияқты. Машинаң болмаса, сен автобуста қысылып таңертең сен қиналып жұмысқа барасың, кешкі сағат 6-да тағы сөйтіп итіңдеп келесің. Осыдан сен қайтып көңілің толады сен. Керісінше көңілің толмау керек. Сен сол өзіңе саласың, білімге ұмтыласың, өміріңді жақсартуға қарай кішкене тыраштанасың, жұмыс істейсің. Мен айтпасам сендерге бұны француздар, немістер, испандар келіп айтпайды ғой, орыстар келіп айтпайды. Мен айтып отырмын сендерге, қазақтарға. Сенбеңдер ондай нәрселерге. Өз-өздеріңді жетілдіруге салыңдар, ақша табыңдар, шоттарыңда $1-2 миллион жатсын, сол кезде айтасың. Мен қандай кереметпін деп.